Бүгінгі диалог Назарбаев университетінің PhD докторантурасының түлегі генетик Болат Сұлтанқұловпен болмақ. Қонағымыз Ноттингем университетінде генетика саласында оққан. 10 жылдан астам уақыт бойы ол Қазақстанда технологиялық биостартаптар құрумен айналысқан. Founder Institute бизнес инкубаторының негізгі қалаушыларының бірі. 15 минут ішінде коронавирусты жылдам анықтайтын экспресс-тест жүйесін ойлап тапқан. Болат Мұхтарұлы, жалпы өмірімде бірінші рет генетикті көріп тұрмын. Оның үстінде жап-жас, 34 жасыңызда талай ғылыми жобалар қорғадыңыз, халық үшін көптеген пайдалы іс жасаватсыз. Соның ішінде теріні, сүйекті қалпына келтіру жұмыстары атқарылуда. Бұл деген мәңгілік жастықты сақтап қалу рецептін мүмкін алдағы уақытта табуымыз деген сөз ба? Менің басты жұмысым жаңағы діңгекті, орысша стволовая клетка дейді ғой, соларды қолданып полимерді жасау. Ол полимер жаңағы сынған сүйекті емдеу үшін қолданылған. Қалпына келтіру үшін. Мысалы, кәрі адамдар бар, сосын жаңа онкология науқастары бар, мысалы онкологияда сүйек ісіктері бар адамдарда, мысалы хирургиямен сол ісікті алып тастаған кезде, алып тастаған жерде жаңағы полимер құю керек. Үлкен адамдардың сүйектері негізі тез қалпына келмейді ғой? Тез келмейді. Сол үшін жаңағы осындай полимерді жасадық біз діңгекті жасушалармен. Бұл полимерді тағы да жаңағы Японияда Фукуока университетінде Японияның ғалымдары күйіктерге қолданған. Сол эксперименттер көрсетті, біздің полимер өте жақсы. Өте жақсы, жаңағы басқа полимермен қарағанда ол тағы да өте арзан. Қазақстанда қолданыла ма бұл полимер? Жоқ, Қазақстанда қолданылмайды, өйткені бұл менің диссертациям болған. Ары қарай осы жұмысты жалғастыру үшін оған уақыт керек. Қазіргі таңда мен басқа жұмыстармен араласып жүрмін, ғылыми жұмыстармен. Бірақ біз жаңағы патентіміз бар, бұл технологияға патентіміз бар. Мүмкін келешекте осы жұмысты жалғастырамыз. Тағы бір ғылыми жетістіктеріңіздің бірі, ол сіз экспресс-тест жасадыңыз, коронавирус кезінде, пандемия кезінде. Сол туралы айтып берсеңіз. Сол экспресс, сол 15 минутта анықтайтын. 15 минутта анықтайтын жаңағы антиген тест дейді ол. Онда антиген тесттер бар, бірақ бізде инновация бар, ол жаңағы наноденелер деген. Мысалы, қазіргі шығарып жатқан антиген тесттер, Қытайда шығарып жатқан, Америкада шығарып жатқан антиген тесттер, олар жаңағы антитела дейді ғой, антиденелерді қолданылады. Біз жаңағы наноденелерді қолданамыз, бұл наноденелер шығару өте арзан. Мысалы, антиденелерді шығару үшін заводқа, мысалы, 10 миллион доллар керек. Бұл, мысалы, жаңағы наноденелер шығару үшін кішкентай ғана лаборатория керек болып тұр. Осындай технологиялар Қазақстан сияқты мемлекеттерге керек технологиялар. Өйткені бізде антиденелер шығару заводтары жоқ. Оған ақша құю үшін, оған енді ақша керек болып тұр, ғалымдар керек. Мен кезінде сол наноденелер туралы оқығам. Пандемия басталған уақытында мен жаңағы наноденелермен жұмыс істейтін ғалымдарға жаза бастадым. Сол кезде Швейцариядан Цюрих университетінен ғалымдар маған жауап беріп, наноденелерді жіберді. Олар сол наноденелерді қолданып, жаңағы коронавирусты емдеуге қолданылатын. Мен оларға жазған, мен тест шығарғым келіп тұр. Ол кезде тесттің тапшы кез болды ғой? Қиын кезең болды. Қиын кезең болды, сол кезде түсінікті болды. Бізде қазіргі таңда өзіміздің технологиямыз жоқ. Ешқандай технологиямыз жоқ. Әр нәрсе Қытайда, шетелде жасалынады. Ал егерде осындай үлкен пандемия болған кезде әр мемлекет өз халқын ойлай бастайды. Сол кезде, мысалы, егерде пандемия өте жаман болған кезде, мысалы, Қытайда, Америкада бұлар айту мүмкін, біз сата алмаймыз қазір. Сізге өткені өзімізге керек болып тұр. Соны түсініп, сол технологияны зерттеуін бастадым. Пандемия бұл жылы біте ме, бітпей ме, ол ашық сұрақ. Көптеген адамдар айтады, енді пандемия бітті, бірақ ол өте қиын сұрақ. Өйткені мүмкін омикрон вариантын пандемиясы осы жылы бітеді. Бірақ әлі де дельта вариант және басқа варианттар адамның популяциясында жүр. Қазіргі таңда бір жыл арасы мүмкін бізде коронавируспен ауру түсу мүмкін, бірақ бір жылдан кейін қайттан өсу мүмкін.
Өйткені вирустың адамға адаптациясы өте үлкен. Коронавирус енді еш жаққа кетпейді. Ол жаңағы грипп вирусы сияқты адамның популяциясында қалады. Ғылым саласында бизнесті дамыту үшін не қажет? Қазіргі таңда өмір сондай. Ақша керек. Любой продукт шығару үшін ақша керек. Екі шешім бар. Ол мемлекеттен ақша сұрау. Екінші, айтады ғой, private market дейді, жаңағы инвестицияларды бизнесмендерден немесе басқа жаңағы компаниялардан сұрап шығару. Мен екінші жолды таңдадым. Бизнес тек қана сатылатын және керек нәрсені сатып алады. Сол үшін жаңағы продукттардың бәрін адамға керек, адам қолданылатын нәрселерді шығару керек. Ол ең бастысы. Халыққа пайдасы тиетін өнім болу керек. Халыққа пайдасы тиетін. Егер де біздің экономикамыз өте мықты болған кезде, мысалы Америка құрама штаттары экономикасы сияқты, сол кезде мемлекет жаңағы айтады ғой, фундаменталдық ғылымға ақша бөлуі тиіс. Ғылымдағы коммерциялау туралы түсінікті. Сіз көптеген зерттеулер жүргізіп жатсыз деп айттық жаңа, полимер жасадыңыз, жаңа экспресс-тесттер. Және де сонымен қатар сіз онкологияда көптеген жетістіктерге жеткен екенсіз. Сол туралы бөлісіп берсеңіз. Біз жаңағы онкологиялық ісіктің жасушасын қалыпты фенотипіне келтірдік. Ол жаңағы эпигенетика дейді. Қазіргі таңда бірінші, екінші және үшінші стадияда емделеді. Өйткені бізде көптеген жаңа дәрілер және жаңағы методтар пайда болды. Ең бастысы ол жаңағы иммун терапиясы. Иммун жасушалары сол жаман жасушаларды тауып, оларды жойып тастайды. Сол методтар пайда болды. 10 жылдың ішінде сол методтар әр клиникада қолданылады деп сенемін. Қазіргі таңда жұмыс істемейтін генді алып, жұмыс істейтін генге ауыстыра аламыз. Сондай технологиялар пайда болды. Мысалы, Ұлыбританияда, Америкада оларда сол технология бар. Олар эмбриондарды жаңағы геномын ауыстыра алады. Бір 20-30 жылдан кейін осындай технологиялар кәдімгідей клиникада қолданылады деп ойлаймын. Сол кезде енді адамзаттың көптеген аурулардан біз арылып аламыз. Болат Мұхтарұлы, өзіңіз Кентау қаласының тумасы екенсіз. Өзіңіз сияқты айтыңызшы, осындай ақылды, білімді бала тәрбиелеу үшін не істеу керек? Және сіздің жетістікке жеткен жолыңыз қандай? Құпияларыңыз қандай? Сонымен бөліссеңіз. Ең бастысы, мен енді өзім туралы айтам, ең басты рөлді менің анам ойнады. Анам кішкентай кезінен маған айтқан, жақсы оқы, тек қана жақсы оқысан, өмірде жетістікке жетесің. Менің анам, менің класстастарым, мұғалімдер, солардың рөлі өте үлкен болды. Содан соң болашақ бағдарламасымен шетелге оқуға бардым. Ноттингем қаласында, Ноттингем университетінде, ояқтада жаңағы курстастарларым басқа елден келіп, бәрі ғылымға құмар болған, сосын ағылшын тілін жақсы біліп, көптеген мақалаларды оқығам. Сол ең маңызды сол болды. Білім және еңбек дейсіз ғой. Білім және еңбек. Сол ең маңызды. Сіздің көзіңізбен жаңа Қазақстан қандай болу керек? Әр халықтың жаңағы дамуына тарих себеп болады. Жаңа Қазақстан өз тарихын сыйлау білу керек. Менің ойымша бұл ең маңызды. Біз егерде қанша қиындықтан өткендігін ұмытпасақ, ол бізге жаңа жетістіктерге энергия береді. Әр халықтың намысы болу керек. Ол намыс тарихтан келеді. Жаңағы ата бабалардың қандай қиындықтан өткендерін біз құрметсек, соны біліп, біз өте көп жұмыс жасаймыз. Өткенді түсіне бастаймыз. Біз жасап жатқан нәрсеміз келешектегі жаңағы қазақстандықтарға көмектеседі. Сұхбатыңызға көп рахмет, Болат Мұхтарұлы. Халық үшін пайдасына келетін көптеген ғылыми жаңалықтарыңыз көп болсын, жұмысыңыз арта берсін. Сұхбатыңызға рахмет, күніңіз жақсы өтсін.